Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған сондай дәмді қытырлақ қиярларды банкаға жабатын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге керек болатын заттар дайындап аламыз. Ол үшін бізге әрине қияр керек болады. Тап-таза жуылған 3-4 сағат алдын суық суға салып қойыңыздар. Және чеснок керек болады, малина жапырақтары, укроп керек болады, хрен жапырағы, тұз, қант, 70% уксус керек болады. Және тазаланып жуылған және стерилденген банкалар, әрине қайнаған су керек болады. Ал енді іске кірісейік. Банкамызға осылай толтырып, барлық заттарымызды салып аламыз. Толған банкаларымыздың үстіне қайнаған суды құйып, толтырып қоямыз да, крышкаларын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бірінші құйған суымызды осындай крышканың көмегімен төгіп тастаймыз. Екінші рет тағы қайнаған су құямыз. Екінші рет 15-20 минутқа қойып, крышкасын жауып қоямыз. Екінші рет құйған суымызды да осылай төгіп аламыз. Суымызды төгіп алғаннан кейін 2 ас қасық тұз саламыз. Және де оның соңынан 1 ас қасық қант саламыз. Толтырмай орташа етіп саламыз. Және оның соңынан ащы бұрыш дейміз ғой, түйіршіктелген. Содан бір өз қалауларыңыз бойынша мен кішкене көптеу салдым. 7-8 штук болады. Барлығын салып болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған суды толтырып құйып аламыз. Қайнаған су құйып болғаннан кейін 1 шай қасық уксусты құйып, крышкамыздың аузын жақсылап машинкамен жауып аламыз. Және де қанты мен тұзының еруі үшін банкамызды осылай айналдырып шығамыз. Міне менің банкаларым дайын болды. Түстері осындай әдемі қанық болып шығады. Қыста жегенге өте дәмді. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.